Бақберген әрең жүріп келеді. Екі аяғына ие болар шамасы жоқ. Қойнына тыққан бір шөлмегі бар. Үйіне де жақындап қалды. Қақпадан кіре берген кезде әйелі үйдің есігін құлыптап алды. Жарықты сөндіріп, балаларымен бір бұрышқа тығыла қалды. Бақберген үйдің құлпын бұзардай: «Зейнеш, есікті аш деймін. Аш қане, әйтпесе есікті бұзамын», деп айқайлап жатыр. Мұны естіген балалары мен Зейнеш үндеместен көздері бақырайып жата берді. Бақбергеннің даусы күшейе түсті. Есікті сілкіп кеп жіберді. Салдыр еткен ағаш есік жұлынып түсті. Қисалаңдаса да үйге кірген Бақберген жатын бөлмедегі балалары мен әйеліне жұдырығын ала жөнелді. Балалары қорыққандарынан жылап жатыр. Зейнешті есікті жауып алған үшін таяқтың астына алды. Араққа сылқия тойған Бақберген бір шөлмекті бітірер-бітірместен үстел басында ұйықтап қалды. Балаларын құшақтап, көгала қойдай болған Зейнеш көз ілгендей. Күні зорлық-қорлықпен өтіп жатыр. Үйін тастап, Бақбергеннен кетіп қалғысақ келеді. Бірақ 3 баламен кімге сият дейсің? Анасы бала күнінде қайтыс болған. Әкесі өгей шешесімен тұрады. Өгей шешесі баласы түгілі қыз күнінде өзін әрең сыйдырған. Кетіп қалса, бір өзі қалай асырайды? Әкесінен балаларын ажыратпайын деп, түзелер, арағында қояр деген үмітпен өмір сүріп келеді. Балалары да әкесі үйіне ащы суды ұрттамай, сау келсе екен деп тілеп отырады. Әкенің бір аялы алақанын көрмей өсіп келеді. Бақберген ауылдағы зауытта қарапайым жұмысшы. Ақ көңіл, бадырақ көзді, арақты аузына алмаған кезде одан момын жақсы адам жоқ. Арақтың дәмін татқаннан соң есін білместен ашуланып, құдды басқа бір кейіпке енетіндей. Бір-бірін түсініп, сезімдері жарасып үйленген жас жұбайлардың өмірінде бүгінде береке кеткендей. Бақбергеннің анасының өзінің баласында еркекпен көңіл қосқандығы оны бөтелкемен дос қылды. Бара-бара қу арақсыз өмір сүре алмастай жағдайға келе жатыр. Ішіндегі күйігі, елдің сөзі оны әбден қашытып жіберді. Қу арақты аузына алса, бәрі де ұмыт болатындай. Күндер жылжып өтіп жатты. Әдеттегідей масайып, көшенің бойын жағалай келе жатқан әкесін көрген балалары үйіне жүгіріп келіп, пештің артына тығылып жата қалды. Зейнеш те қорыққаннан ұйықтап қалғандай кейіп танытты. Бақберген бұл жолы тіпті шектен шығып кеткен еді. Басшысынан ұрыс есткен ол бар ашуын бала-шағасынан алуды көздеді. Зейнешті балағаттап, кінәсіз болса да жұдырығымен тоқпақтап, ақыр соңында басын жарып жіберді. Басынан қаны сорғалаған Зейнеш далаға шығып көршілерінен көмек сұрай жөнелді. Балалар шырпыр. Басынан қаны сорғалаған Зейнешті көрген көршілері жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдем Зейнешті тез арада ауруханаға жеткізді. Басынан соқ қалған Зейнешке алғашқы көмек көрсетілді. Дәрігер ем алуы қажет екендігін айтты. Сол жерге полиция қызметкерлері келе қалды. Әбден ызаланған Зейнеш Бақбергеннің үстінен арыз жазды. Соның негізінде Бақбергенді үйінен отырған жерінен полиция қызметкерлері ұстап алып кетті. Бақберген таңын темір торда атырды. Зейнеш бас ауған жаққа кетіп қалуды ойлады. Балаларын ертіп, ала сөмкеге киімін салып, темір жолды бойлай жолға шықты. Таң сәрісі енді көрінген еді. Балаларымен алыс жүре алмаған Зейнеш арасында аялдамада біраз тынығып алып отырды. 3 баласын жетектеп келе жатқан әйелді көрген Айсара тоқтай қалды. Зейнештің алдынан шықты. «Қайда келесің, сіңілім-ау? Барар жерің әлі алыс па?» деп сұрады Айсара. «Сәлеметсіз бе?» «Барар жерім әлі белгісіз», деді Зейнеш. «Жүр ендеше үйге, шай ішіп тынығып алыңдар. Балалар да шаршап қалыпты», деп Айсара үйіне қарай жол сілтеді. Зейнеш не айтарын білмей тұрып қалды. Айсара «Жүр, үйге кіріңдер», деп үйіне алып келді. Сүт көжемен қоюланған қара шаймен Зейнешті балаларымен тамақтандырды. Зейнеш қорлық өмірін баяндап жылап алды. Айсара «Бір ұсынысым бар, маған үй шаруасына көмектес. Есесіне осы үйде менімен бірге тегін тұра беруіңе болады. Қалай қарайсың?» деді. Зейнеш болса жан жағына қарайлап,
қолын созған бірінші адамға дереу келісімін берді. Есік алдындағы ескі үйіне Зинешті жайғастырды. Балалары аулада ойнап мәз, мазасын алар әкесі жоқ, емін-еркін дала кезіп асыр салып ойнап жүр. Айсара ажырасқан әйел, бір қызы бар. Қызы қалада студент, даңғарадай үйде жалғыз өз тұрады. Құрт май сатып күнін көреді. Тік мінезді пысық әйел. Зинеш екеуі тез тіл тапса кетті. Зинеш үй шаруасына араласып, Айсараның бір жағына шығысты. Басында жақсы көрінген Айсара Зинештің балаларына ұрсып, тіпті кейде ашуланғанда ұрып та жіберетін еді. Зинеш үндемейтін. Араға 6 ай салып, киімдері тозған Зинеш пен оның бала шағасына жаңасын алып бергісі жоқ. Зинеш болса ыңғайсызданып жүрген. Басқа бір адамның бетіне келіп көрмеген Зинеш іштен тынатын. Күндердің күнінде Айсара туылған күнін атап өтпек болып, құрбы-құрдастарының басын қосып, дастархан жайды. Қонақтардың көбі дерлік ер адамдар. Мұны көрген Зинештің көзі шарадай. Жиналған қонақтар ащы суды сылқитып жатты. Әндетіп көңіл көтеруде. Әбден арақтың кесірінен қорлық көрген Зинешке туған күн ұнамай тұрған. Масайып қалған Айсараның досымын деген ұзын бойлы қара торы жігіт Зинештен көз алар емес. Қараған сайын өзін ыңғайсыз сезініп, ыдыстарды жуып үйіне қайтуды ұйғарды. Ас бөлмесінде ыдыс жуып жатқанда кенеттен белінен біреу қапсыра құшақтай кетті. Ойбайлап байбаламға салса да ешкім келер емес. Манағы көзін алмай қараған ер адам оны аймалап жатыр. Зинеш қанша қарсыласып жатса да күші жетер емес. Осы сәтті бағанадан бері күтіп отырдым ғой. Неге өзіңше болып тұрсың? Жас қызға ұқсап майыспашы. Ақшама саған керегі? Айсараға ақыңды төлеп қойдым, деді әлгі ер адам. Зинеш, қайдағы ақын айтып тұрсыз? Жіберіңізші, өтінемін. Балаларыма барайын, жіберіңізші, деп жылап жатыр. Қанша жыласа да, көзінің жасын көл қылса да, әлгі ер адам дегенін жасап кетті. Зинеш тірі өлікке айналғандай. Қорлыққа толы өмірім аяқталды ма десем, қателескен екенмін. Неге маңдайыма жазылған тағдыр осы ме еді? Көрер жақсылығым болмағаны ма сонда? Қай жерде шалыспастым? Көмектесем деген адамым мені алдап соқты. Ендігі өмірім қалай болмақ? Деп тізесін құшақтап, көздерінен аққан жас тоқтар емес. Басы қазандай, көрген азабы таусылды ма десе, одан сайын толыққандай. Жуынып, сүйретіле үйіне келіп, балаларының жанына жата қалды. Таңға дейін көз шырымын алмады. Айсарамен сөйлесемін деп шешті. Айсараның есігін қаққан Зинеш біраз тұрды. Сөйтсе, есік ашық екен. Үйіне кіріп келді. Айсара мас көрінеді. Әлгі өзін қорлап кеткен ер адам екеуі ыстахандарын соғыстырып әлі отырған. Ер адамның даусын естіген соң бір орында тұрып қалды. Сонда Айсара, мен оны жайдан-жай үйіме тегін тұрғызды дейсің бе? Ақша төлемесе несіне керек? Сен сияқты жігіттердің көңілін аулап ақша тапсын. Әйтпесе үйден қуып шығамын. Барар жері жоқ білем ғой. Келседі, келіспей қайда барады? Деп мұрнын көкке шүйіріп отыр. Бұл сөзді естіген Зинеш үйден аяғының ұшымен білдірместен шығып кетті. Үйіне келе сала балаларын оятып, киімдерін жинап, қақпаны тасырлатпай ғана ашып шығып кетті. Көмектесемін деп оны одан әрі қорлап, құл еткісі келген әйелден жақсылық күтудің де қажеті жоқ екенін түсінді. Балалары, анашым қайда барамыз? Өз үйімізге ме? Тағы да ұзақ жүреміз бе? Деп сұрап келеді. Зинеш болса, иә, тездетіңдер. Басқа үйге баратын болдық. Ақылды болыңдаршы ботақандарым, деп жан-жағына қарайлап, біреу ұстап алардай қорқып келеді. Құжатын да жұмысқа орналастырамын деп Айсара алып қойған. Тығып жүрген біраз тиын тебені бар еді. Біраз жол жүргеннен кейін балалар шаршадық деген соң ақшасы жеткен ауылға дейін жетіп алуды көздеді. Жол бойына шықты. Арлы-берлі өтіп жатқан көліктің қарасы көрінер емес. Балалар жерге отыра кетті. Көлік өтсе де балалармен болған соң ешкім алар емес. Бір сағаттай қолын бұлғап тұрған Зинешке егде жастағы ер адам жүк көлігімен тоқтай қалды.
Қайда барасыңдар деп сұрады. Сіз қайда барасыз? Жол жөнекей ауылдан түсіп қалсақ деп едік, деді Зейнеш. Мен Ресейге жол жүріп барамын. Жол бойында ауыл көп қой. Қайда баратыныңды білмеймісің үш баламен, деп мысқылдап күлді жүргізуші. Аузына түскені Ақкөл ауылы еді. Ақкөлге барасыз ба? Деді Зейнеш. Иә, басып өтемін. Солай айтпайсың ба? Кеттік, отырыңдар. Кәне, қарғыңдар, деді көлік жүргізушісі. Зейнеш балаларын отырғызып, өзі көлікке жайғаса кетті. Көлік жүргізушісіне Зейнештің әрекеті оғаш көрінді. Біреуден қорыққаны, қашып келе жатқаны да көзінен көрініп тұрғандай. Жүргізуші Зейнештің көздерінен мұңды көрді. Жағдайын ақырындап сұрай бастады. Зейнеш ашылып ештеңе айтпады. Басындағы қайғысын айтқан адамы оны алдап соқты. Жүргізуші де әрі қарай сұрақ қойып қыстамады. Жол ұзақ, балалары ұйықтап қалды. Кеш бата өз айтқан Ақкөл ауылына да жетті. Жүргізуші, қызым дейін қызымдай екенсің. Көмек керек болса айт, барар жерің болмаса оны да айт. Қолымнан келгенше көмегімді берейін, деді. Зейнеш болса, рахмет аға, бары осы, деп қалтасынан мыжылған ақшаны шығарды. Жүргізуші ақшаны алмай, өзінің телефон нөмірі жазылған визитканы қалдырып кетті. Жол бойын жағалай, қараңғыда балалары мен Зейнеш келе жатыр. Ақкөл деген ауылдың жарығы да жарқырап тұр. Қараңғы ессіз далада қайда қонарын білмеген Зейнеш далаға болса да ауылдың ішінде түнеуді ойлады. Өзі қорқып келеді. 5-6 көшелі шағын ғана ауыл екен. Бірінші көшені бісміллә деп аяңдап келеді. Қоршалмаған үйден өте берген кезінде үлкен ит арп ете қалды. Балалары шошып, бақырып жылай кетті. Балаларын жұбатып, таңдайын көтеріп жатты. Теңселе келе жатқан үлкен әжейді көрді. Әлгі әжей, осы иттің мазасын алмасаңдар болмайды ма? Кетіңдер ғане, бұзақы немелер, деп қолындағы таяғымен бұлғап ұрсып жатты. Одан әрі қорыққан балалар басылар емес. Зейнеш әрі қарай жүріп кете берді. Әже кішкентай балалардың даусын естіп, бұл кім ей, қайсың бұл, деп Зейнешке балаларға жақындай түсті. Әй, қарағым, біреуді іздеп жүрмісің, деді. Итіңіздің мазасын алған жоқпыз. Өзі арс етіп балаларды шошытқан. Кетіп барамыз, деп Зейнеш ақтала түсті. Жақындап келе қойшы бері. Балалар қорқып қалған ғой, деді әжей. Зейнеш балалары мен әжейдің жанына келді. Үйге жүрші, балаларды ұшықтап берейін. Мына жер қараңғы екен, деді әжей. Жоқ, керек емес, рахмет. Қазір басылады. Әуре болмаңыз, деп Зейнеш үйіне баруға қорқып тұр. Ол үшін ақы алмаймын. Қазір ұшықтап жібермесең, тіл күрмеліп қалу әбден мүмкін. Жүр, үйге кіріңдер, деді әжей. Бұл сөзді естіген Зейнеш баласын уайымдап әжейдің үйіне кіруді жөн көрді. Балалары үйге кіргеннен кейін жылауын тоқтатты. Әжей болса сіріңке жағып, алас-алас деп ұшықтап жатты. Балалардың қарны аш. Үстелдің үстіндегі тәттіні, нанды көріп, анашым, қарным ашты, деді үлкен баласы. Зейнеш болса ыңғайсызданып, қой деп жатыр. Мұны естіген әжей, алыңдар, ала қойыңдар. Қазір мен шай қойып жіберейін, деді. Зейнеш қарсылық танытты. Бар ойы тағы да алданып қалмау. Әжей тез арада бар тәттісін шығарып, шай жасап жіберді. Адасып қалғансыңдар ма? Кімнің үйіне келген қонақ едіңдер? Деп сұрады әжей. Зейнеш біраз кідіріп, қорқақтап, сасқалақтап кетті. Иә, адасып қалғанымыз бар. Басқа ауылға бара жатыр едік. Осы жерден түсіп қалыппыз, деді Зейнеш. Онда бүгін үйге қонып, таңертең қайта жолға шығарсыңдар. Түн ортасы балалармен қайда барасың? Шаршаған боларсыңдар, демалыңдар, деп әжей құдайы қонақ болуға Зейнешті көндірді. Зейнеш не дегенмен түн салқын, таңның атуын күтейін деген шешімге келді. Әжей қандай жолаушы екенін сұрап жатты. Бірақ Зейнеш ашылып, бір сұраққа жауап берсе, енді біріне жауап қатпай үнсіз отыра берді. Балалары шайды ішіп алғаннан соң сол жерде ұйықтап қалды. Зейнештің басы әбден қатты. Баратын жері, я бір арқа сүйір бауыры, туысы жоқ. Нендей күй кешетіні белгісіз.
Бақбергеннің таяғына шыдап жүрген дұрыс па еді деп те ойлап қояды. Таң ата далаға шығып жылап отырды. Аллахым, маған күш-қуат бере көр. Сенен үмітімді бір сәтке де үзген емеспін. Тек қана дәл қазір жол көрсетші. Балаларыма, өзіме бір өзің жар бола көр, деп жылаған Зейнешті дәретін алуға шыққан әжей көрді. Көзіндегі мұңын енді түсінгендей. Темір құмғанның қақпағының шылдыр етіп жерге түскен дыбысынан Зейнеш селк ете қалды.